Сәлеметсіңдер ма балалар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Ал бүгінгі күндеріңізге балалар, сәттілік тілеймін. Сабағымызды бастамас бұрын балалар, ынтымақтастық атмосферасын қалыптастырып алайық. Қане балалар, бәріміз бірге айтамыз. Ал енді балалар, мына суреттегі тұлғаларға назар аударайықшы. Осы тұлғаларды танисыңдар ма балалар? Әрине, дұрыс айтасыңдар. Бұл тұлғадағы балалар Алексей Ленев пен Павел Беляев екен. Ал енді ойланып қараңдаршы балалар. Мен осы екі тұлғаның суретін не үшін көрсетіп отырмын деп ойлайсыңдар? Қане балалар, ойланайық. Иә балалар, өте дұрыс айтасыңдар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы балалар. Осы кейіпкерлерге байланысты Алексей Леневтің «Мен ғарышқа шығамын» кітабынан алынған ғарыштағы ас, түскі ас мәзірі тақырыбымен танысады екенбіз. Сабағымыздың мақсаты өз ойын, сезімін, көзқарасын, өмірде болған өзге шығармаларды ұқсас оқиғалармен салыстыра отырып білдіру. Екінші, шығармашылық жұмысын сызба, диафильм, таныстырылым түрінде ұсыну. Балалар, сендер қалай ойлайсыңдар? Мына суретке назар аударыңдаршы. Суреттегі ас мәзірі ғарышта пайдалануға болады ма? Қалай ойлайсыңдар балалар? Ғарыштағы ас мәзірі қандай болуы мүмкін? Дұрыс айтасыңдар балалар. Бұл біздің күнделікті өмірде пайдаланып жүрген тағамдарымыз екен. Ал ғарышкерлердің тағамдары сықпақ құтыда екен. Сендер білесіңдер ме балалар? Алғашқы кезде ғарышкерлердің тағамдары кептірілген түрінде болған екен. Бірақ ол өте қолайсыз болғандықтан ғалымдар сықпақ құтыны ойлап тапқан екен. Осы ғарышкерлер туралы білімімізді жетілдіру мақсатында балалар, мына бейне жазбаға назар аударайық. Барлығымыз балалар мұқият қараймыз. Ғарышкерлерге азық жылына бірнеше рет осындай жүк кемесімен жөнелтіліп отырады. Олардың әрқайсысының талғамы да бөлек әрине. Кімнің неге аллергиясы бар, кім ненің етін жақсы көретінін жердегі аспаздар бес саусағындай біледі. Ғарыш мәзірінде жалпы алғанда 200-ге жуық тағам түрі бар екен. Гравитация бар жерде тамақтың дұрыс қорытылуы күрделі процесс. Сондықтан ғарышкерлер тағамын дайындаудың өзі қызық. Оларды алдымен кәдімгідей қуырады немесе қайнатады да соңғы технологияның көмегімен ұнтаққа айналдырады. Осылайша қара кесек ет те, сорпа да нәрестенің езбе тамағындай күйген ет. Тұтынар кезде тек су қосса жеткілікті. Міне бұл ғарышкерлер тамақтанатын үстел. Ас ішетін емес, құдды бір зерттеу жұмысын жасайтын алаң секілді. Ал мына жылтыр қаптың ішінде кезекті түскі ас еттен жасалған фахитас. Нағыз фахитастың қандай екенін ескерсек, бұған сену қиындау әрине. Оны жылытатын ғарыш қысқа толқынды пешін көргілеріңіз келсе, міне. Ғарышта тамақтанғанның ең ұтымды жері. Бір нәрсені құлатып алам деген уайым болмайды. Барлығы көз алдында. Дегенмен кеменің өз тамақтану тәртібі де жоқ емес. Ғарыш асханасындағы ең басты қағида нанның қиқымын шашпай жеу керек. Бала кезімізде аналарымыздың айтқаны еріксіз еске түседі. Бірақ бұл жерде басқа мәселе. Егер нан қоқымы кеме ішіне ұшып тарайтын болса, ғарышкерлердің көзіне кіріп кетіп немесе тыныс алу жолдарын зақымдауы әбден мүмкін. Гравитация. Кітаптарыңызды ашып, ғарыштағы түскі ас мәзірін жақсылап зейін қоя отырып, оқып шығыңдар. Мәтінді балалар оқып түсініп болғаннан кейін, мына тапсырманы орындауымыз керек. Критерийға назар аударамыз. Ғарыштағы өмір мен жер тіршілігі мәтін бойынша мазмұнын талдау. Балалар, дескрипторға мұқият назар аударамыз. Мәтін мазмұнын біледі 1 балл, ғарыш мәзірі туралы айта біледі 1 балл, жердегі тіршілікпен салыстырады 1 балл. Егер осы тапсырманы орындаған болсаңдар балалар, өздеріңе балдарыңызды қойып отырыңыздар. Келесі тапсырмаға мұқият назар аударамыз. Келесі тапсырмада Т кестесі арқылы
яғни мәтін мазмұны бойынша ғарыштағы өмір мен жердегі тіршілікті салыстырамыз. Критерий мәтінге байланысты салыстыру жұмысын жүргізу, өзінің эмоциясын білдіру. Дескриптор ғарыштағы өмір мен жердегі тіршілікті салыстырады. 1 балл. Өз ойын, көзқарасын жеткізеді. 1 балл. Балалар, егер осы тапсырмаларды толық орындаған болсаңдар, сендер бұл тапсырмадан 2 балл жинайсыңдар. Жарайсыңдар балалар. Келесі біздің тапсырмамыз балалар. Мына шеңбер ішіндегі сұрақтарға жауап береміз. Критерий шығармашылықпен жұмыс жүргізу. Дескриптор сызбаны толтырады 1 балл. Қазақ ғарышкерлерін біледі 1 балл. Ғарышкерлерге тілек жаза алады 1 балл. Егер осы тапсырманың барлығын орындаған болсаңыздар 3 балл аласыздар. Ал енді балалар, жазғандарыңызды мынамен салыстырып тексеріп көріңіздер. Ал енді балалар, бүгінгі сабақты түсінгендіктеріңді білу мақсатында балалар, мына тапсырмаларды орындай қойыңдар. Көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып, өлең құрастырып шығамыз. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы, керемет. Ал енді балалар, үйге тапсырма аламыз. Ғарыштағы тамақ ережесін дәптерімізге жазамыз. Бүгінгі сабақта қанша балл алдыңдар және қандай өлең құрастырдыңдар? Осы тапсырмалардың барлығын ұстаздарыңа жіберуді ұмытпаңдар. Сау саламат болыңыздар.